Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi yassirli wa la tu'assirli sahhil alayya ya Rabbi wa tammil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. İmamımız İmam-ı Azam Abu Hanife rahmetullahi alayh Al-Fiqhul Akbar kitabında bulay deydi. Yaf'alullahu ma yasha'u ve yahkumu ma yurid. Allah Taala қалаған нәрсесін жасайды, қалаған нәрсесін үкімет етеді. Және кітапта айтады, талдағы жапырақты Аллах Тааланың қалауымен түседі дейді. Қазақта өте керемет мақал бар. Ұстаз жақсының ұстанымы жақсы, жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дейді. Мен бұл видеомда Көксарай ауылымызда ең алғаш діни ұстаздық қызмет бастаған алғашқы ұстазым Ахметов Сейтжаппар Абсатұлына және демеу үшін болған Есенгелді ұлы Ержан ағамызға және Отырар ауданының бас имамы Әбу Сейд Бақт имамымызға арналады. Алғашқы ұстазым Сейтжаппар ұстазым 1990 жылдары араб әліппесін танытты. 40 шақты шәкірттер оқытты. Одан кейін 1994 жылы 95 жылдары Арыс қаласындағы Салықбаев Әуесхан Хаж атындағы медреседе бізге дәріс берді. Құран үйретті, діни кітаптар оқытты, діни білім берді, тәжвид ілімін оқытты бізге. Өте көп білім берді ұстазымыз. Аллах Таала разы болсын алғашқы ұстазымызға, Сейтжаппар ұстазымызға. Өмір жасы ұзақ болсын, бала шағасы рахатын көруді нәсіп етсін, екі дүниеден жақсылығын берсін Аллах Таала. Немере шөбере сүйлер нәсіп етсін Аллах Таала. Өмір жастарына, ырзық нәсілеріне береке берсін. Одан кейінгі Көксарай ауылымызда ұстаздарым Аманбай ұстазым, марқұм кетті ұстазым. Одан кейін Баязит ұстазым, ол кісі марқұм кетті. Абибулла ұстазым, ол кісі марқұм кетті. Одан кейінгі ұстаз, осы ауылдағы ұстаз Кеңесбай ұстаз, менің кластасым, ол кісі марқұм кетті. Осы марқұм кеткен ұстаздардың баршасына, кластасыма, Кеңесбай ұстазыма Аллах разы болсын, Аллах рахмет етсін. Қабір азабынан, тозақ атынан аман сақтасын Аллах Таала. Қиямет қайым күні амал дәптерін оң жағына беру нәсіп етсін Аллах Таала. Одан кейін маған демеуші болған Есенгелді Ержан ағамызға Аллах Таала разы болсын. 2014 жылы Алматы қаласындағы 2 айлық имамдар институтына маған демеушілік жасап, ілімді көтеруге себепкер болды Ержан ағамыз. Көксарай ауылымызға ең бірінші қари хафиз әкеліп, Көксарай ауылымыздың орталық мешітінде, Көксарай мешітінде хатым Құран түсіртті Ержан ағамыз. Абу Ханифа медресесінің ұстазы Иззатулла ұстазды ауылымызға әкеліп, шәкірттер оқыттырды. Міне осындай көп дін саласында өте көп демеушілік жасады ұстаз Ержан ағамыз. Ержан ағамыз Аллах Таала разы болсын, өмір жасы ұзақ болсын, немере шөбере сүйлер нәсіп етсін, Аллах Таала екі дүниеден жақсылығын берсін. Одан кейін Отырар ауданының бас имамы, біздің имамымыз Бақт имам ағамызға Аллах Таала разы болсын. Отырар ауданының бас имамы Бақт ағамыз осы ауданымызға имам болып келгелі бері әуел Аллах Таала қалауымен, екінші осы Бақт имам себебімен көп жақсы өзгерістер болып жатыр. Аянбай осы Отырар ауданымызға Аллах Таала разы үшін қызмет істеп жатыр Бақт имам. Бақт имам Көксарай ауылымыздан Абдужалбаб атындағы қайырымдылық мекемесі шәкірттер оқытатын медресе ашып береміз деп ниет қылып жатыр Бақт имам. Аллах Таала осы Бақт имамымызға осы ниетіне жетуіне Аллах Таала өзі жардамшы болсын. Аллах Таала ниетіне жеткізсін. Біздің де ниетіміз осы Көксарай ауылымыздың медресе ашу еді, Абдужалбаб атындағы медресе ашуымыз еді. Сол медресені Құдай қаласа Бақт имамымыз ашып берем деген жақсы ниетте болып жатыр. Міне осындай жақсы нәрселер болып жатыр ауылымызда. Құрметті жамағат, осы видеомды Аллах Таала разылығы үшін, екінші осы ұстаздарыма және марқұм болған ұстаздарыма рахмет айту үшін, алғысымды білдіру үшін, және ауданымыздың бас имамы Бақт имамға осындай рахметімді, алғысымды білдіру үшін осы мақсатты әуел Аллах Таала разылығы үшін, екінші осы ниетпен осы видеоны түсірдім. Баршаларыңызға Аллах Таала разы болсын, осы видеоны көріп жатқан, тыңдап жатқан.
Тыңдағандарыңызға рахмет. Аллахтан разы болсын баршаңызға. Раббана атина фид дуния хасанат ва фил ахирати хасанат ва қина азабан нар. Амин. Аллаху акбар.